Белсендендірілген көмір, активированный уголь, ағзадағы уыттар мен зиянды заттарды сіңіріп шығаратын табиғи серпент. Ол медицинада ғасырдан астам қолданылып келеді. Бірақ оны да дұрыс мөлшерде және орынды пайдалану маңызды. Белсендендірілген көмірдің пайдасы: улану кезінде көмек, асқазан, ішек жолына түскен тағамдарды, дәрілік, химиялық уыттарды өз бетімен тартып, нәжіспен шығарады. Тамақтан уланғанда, жеңіл дәрі-дәрмек артық дозаланғанда тиімді. Іш кебу немесе диареяны азайту. Ішекте газды, сұйықтықты сіңіріп, ыңғайсыздықты азайтады. Алкогольдің әсерін азайту. Ішімдікпен бірге қабылдаса, бауырға түсетін уыт жүктемесін азайтады, бірақ мас болуды толық тоқтатпайды. Аллергиялық реакцияларда көмекші. Ішектегі аллергендерді байланыстырып, ағзадан шығарады. Тері жағдайын жақсарту. Кейде безеу, экзема кезінде ішекті тазарту үшін қолданылады. Тек дәрігер кеңесіменен. Белсендендірілген көмірдің зияны мен қауіптері: пайдалы заттарды да сіңіреді. Дәрілердің әсерін азайтады. Антибиотик, гормон, жүрек дәрілері және дәрумендер мен минералдарды да байланыстырып шығарады. Іш қату немесе диарея тудыруы мүмкін. Ұзақ қабылдаса, ішек микрофлорасы бұзылады. Асқазан ішек ауруларын ушықтыруы мүмкін. Асқазан ойық жарасы, қан кету кезінде қолдануға болмайды. Дозаны асыру қауіпті. Өте көп мөлшерде ішуге болмайды. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.